Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен біз молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен керек заттарды түгендейік. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы жұмсақ сары май, разрыхлитель, сгущенка, ұн және де 4 жұмыртқа қажет болады. Бізде сгущенка при желании немесе айналайын болуы қажет. Себебі осы фирмадағы өнімдер жақсы торттың дәмін жақсы келтіреді. Майлылығы 8,5, ал граммы 380 грамм. Ең алдымен біз жұмсақ сары майға 4 дана жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқа менде С1 категориясындағы, ал егерде сізде С0 категориясы болса, онда сізге 3 жұмыртқа қоссаңыз да жеткілікті. Содан соң қойытылған сүтімізді қосып, барлығын жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді ұнымызға 2 шай қасық разрыхлительді, яғни қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып қоямыз. Және де миксерленген массамызға ұнды 2-ге бөліп, ситадан өткізіп, саламыз да тағы да жақсылап миксерлейміз. Нәтижесінде бізде осындай масса шықты. Енді осыны пергамент қағаздарына төсеп салып шығамыз. Пергамент қағаздарын формаға салып, осылай ізін шығарып алуыңызға болады, немесе кез келген тарелканы қарандаш арқылы сызып алсаңыз да болады. Және де мен осылай спатула арқылы қамырды тегістедім, қасықпен де тегістеуге болады. Мен әр қайсысына 3,5 қасықтан салдым, және де диаметрі менде 24 диаметр болды. Қызып тұрған 180 градус пешке шамамен 4-7 минутқа пісіріп аламыз. Бұл сіздің пешіңізге байланысты болады. Содан соң піскен қамырымызды кішкене суытып, осылай формамызды жүргізіп шығамыз. Мен 23 диаметрге қойдым да, содан кейін артық жерлерін алып тастадым. Бізде осындай домалақ болып қамыр шығады. Енді крем дайындауға кірісеміз. Алдымен салқын севкиді жақсылап араластырамыз қою болғанша. Бізде севкидің қоюлығы 33%-дан кем болмауы тиіс. Және де осылай кішкене ғана қоюланғаннан кейін қант ұнтағын ситадан өткізіп, енді барынша қою болғанға дейін миксерлейтін боламыз. Бірақ севкиді араластырған кезде жылдамдығын біртіндеп қана көтеріп отыруы тиіс. Содан соң бізде осындай өзінің формасын ұстайтын крем шықты. Енді осылай астына кішкене ғана жағамыз да бірінші қамырымызды орналастырамыз. Севкиді араластырған кезде іріп кетпеуі қажет. Егерде ұзақ араластырып қойсаңыз, креміңіз іріп, крем шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан
ұзақ араластыруға болмайды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Қамырымызды салып болғаннан кейін кремімізді саламыз. Менде әр қайсысына шамамен 2,5 қасықтай кетті. Барлығын түзулетіп жайып шыққаннан кейін біртіндеп қамырларды дәл солай рет-ретімен қойып шыға береміз. Салдық. Енді спатуланың көмегімен кремді жақсылап тегістеп шығамыз. Бұны енді қасықпен де істеуге болады, бірақ осындай спатула арқылы істесеңіз өзіңізге өте ыңғайлы әрі теп-тегіс болып шығады. Тортымызды жинап болғаннан кейін тоңазытқышқа шамамен жарты сағат көлеміне салып қоямыз. Енді вафельный крошки дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмсақ бөлме температурасындағы сары маймен қант ұнтағын бірінші жақсылап миксерлеп аламыз. Содан кейін 50 грамм ақуызды қосамыз. Ол шамамен сыбыр категориясындағы жұмыртқаның 2 данасының ақуызы. Содан кейін ұнды ситадан өткізіп, тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде нәтижесінде осында қамыр шығады. Енді осыны пергамент қағазына салып, өте жұқа қылып, тегістеп жайып шығамыз. Егер де сіздерде спатула болмаса, онда пышақпен тегістеп жұқа қылып жайып шығуға болады. Және де 160 градустағы қызып тұрған пешке шамамен 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Алайда бұл өзіңіздің пешіңізге қарай қызарғанға дейін ұстауыңыз қажет. Менде 15 минуттай уақыт кетті. Менде қатты кішкене күйіп кетті. Беті, сондықтан да көп ұстаудың да қажеті жоқ. Енді осылай салафанға салып, үгітіп шығамыз. Қатты үгітпейміз, жай ғана сындырып әдемі формаларға енген кезде орташа көлемдегі солай салафанда сындырып шығамыз. Содан соң біз тортымызды тоңазытқыштан шығарамыз да осылай жандарын алып шығамыз. Формадан шешіп, бетін бір тегістеп жібереміз. Бетін, жандарын бір тегістейміз. Содан кейін вафельный крошкемізді жандарына жабыстырып шығамыз. молочная девочка тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға да тіркеліп кетіңіз. Басқа да видеолардың рецептін сіз менің каналымнан таба аласыз. Торт өте керемет болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.